жаңағы айтып жатырмыз, іштен шыққан жау жаман демекші, мынау біз іштей шірудің бір себебі бар. Ұлтқа немесе жаңағы ұлттың ішінде рушылдыққа бөлініп жүрген. Осы бірден бір себеп қой қазіргі таңда. Жоқ, бірден бір себеп ол емес. Рушылдық оңған нәрсе емес ол. Рушылдықтың ар жағы айналып келгенде немене кейбір ең жер бетіндегі жақсы ол қазақтың ішінде ең жақсы менің жүзім, оның ішінде ең жақсы менің тайпам, оның ішінде ең жақсы менің руым, оның ішінде ең жақсы менің елім, оның ішінде ең жақсы менмін деген сөз тұр да. Бұл бейшара ол да бір өзімшілдіктің, бір тәкаппарлықтың, бір рияның үлесінен шыққан дүние, туған дүние. Бірақ рушылдық жақсы деп отырғам жоқ бір. Бірақ ең басты қазақ үшін қауіпті нәрсе рушылдық емес. Оны тұрған ештеңе де жоқ әкетіп барысқанда. Бұл да бір өзіңнің ұлттық сипатың. Рушылдық осыған дүние тіреліп қалды деп ойламаймын. Көптеген іскер азаматтарды білемін, мысалы үшін маңайына адамдар жинайды. Іскер адамдар өзінің қасына ол руына қарамайды, ол шаруа біту үшін, қазір әсіресе нарықтық заманда шаруа біту үшін қасына іскер адамдар жинайды. Руына қарайын деп отырған ешкім жоқ. Сол руға тіреліп, руымен команда жинап жатқан мен бәлендей біреуді көріп жатқан жоқпын. Өте жоғары жақтарда бар болса бар шығар, бірақ менің маңайымда сондай адам көріп жатқан жоқпын. Сонда бір рушылдық, бір ұлы проблема деп айта алмаймын қазақта. Бар проблема, бірақ бас проблема осы емес. Басты проблема сенің рухани азғындауың. Өзі рухани азғындағанда рушылдығың бар, қыз-текең бар, жемқорлығың бар, ұятсыздығың бар, отанын сату, елін сату дейтін нәрсенің бүкіл түркінде тұратын нәрсе. Оның Құдайдан қорықпау. Қазақ бекер айтпайды, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Сол ба?